Assalomu alaykum do'stlar. Qandaysizlar? Mini traktor alam degandir, meniki mini traktorlar. Kimga qanday traktor kerak bo'lsa, shu videodan ko'rib turib sürükü tatasınlar sırası. Ma jolloysыңар. Kelip baсын sırayız. Tura gelse zakaz berseңер болады. Avaldары арғандай екен, жақшылары бар екен, ескіректері бар екен, тазалары бар екен. John 280. Assalamu alaikum hurmatli dostlar, жақсылықтар. Көріп қаныңыздар 10.04. Бұлар 2009-ғы. Тракторда турбина бар. Чомос. Аппарат, электрония аппарат. Трактор алсасына жақсы. Трактор $16.300. Сөз жолдары бар. Әркімге емдері көзі барынсыңар болады. 10.04'tükü. Assalamu alaikum dostlar. Dostlarımızlar. Ko'rsanızlar LX94 2027 yılda zaten çıkan elektronik aparat. Bunlar çoğumuz. Traktör 5 turbina. Kimge gerek olsa bana sana lot $16.000. Kırsan atış çetişi. Hurmatli dostlar, bu kanallar LS951 SC elektronik aparat traktörün yılı 2019 yıllığı. İçki havalı satması oradan almıştır biraz çanadan alacak işte mınday güçlü vurduk. Artımları sak. Artı basat turgan türü. Arısat nasıl doluk. Traktör. Kimge gerek olsa байланышыңыздар. Kırgızstan'a 5 rasmашка. Düşü 17.300. Al жақсы сатан жақсы. Дөңгелектен понечен алмаштар бересіз. Курсташтардың алдында алты бар. 4 ал қосып оңға толтырып бересіз. Артынан дөңгелектен жүргізген толық қылып бересіз. Ошып шегер анжа жоқ. Assalamu alaikum hurmatli dostlar, жақсылықтар. Көріп қаныңыздар. Лифалдың LX754 турбиналы ең күшті моделі. Егер кімге керек болса байланысыңар алып, жаңы завод пакет складта ашып қалған трактор. Асылы Қырғызстанға шығып жатқаны 20 қанша мың доллар, 20 мыңнан 23 мыңға расмашка менен 25-ке баратқан трактор. Апрот азыр біздің бұл жерде арзан. Егер кімге керек болса байланышыңыздар, 20 мың доллармен расмашкасы ішінде. Дөңгөлек армор компаниясы дөңгөлек ең күшті экспорт варианты. Қарасаңыздар, мыналар амбарды толық документтері. Документтер қарсы 2023-ге таңғы трактор. Ешқандай іштебеген. İçindeki zapçaslardan beri толық. İşte aşağı тұрған Euro kabina. Tövünü üşіріп қойып тұр. Просто мына жерге телефон зарядтасаңар болады, айдап барады. Күшті модели. Егер кімге керек болса байланысқа туғандар 20 мың доллар қолыңа подключ тиісші. Арқасына сонша мінекей бомб жатқан жері бар, тегіз жатқан бар. Мына ол пресс подпоршық сүйреген істеткен айландырғыштары, фаралардағы қарасыңар. Жаңа заводский жаңа трактор. Сүйлеуші жолдары бар. Жеке қатқа байланысаңар болады. Assalamu alaikum. Hurmatli dostlar, туғандар қандай жақсы тұрмысыздар. Зомбылен 12.04 деп сұрап атқан достар. Алдында, хола, сен қойғанбей. Алдындағы сандықшасы чоңғыр ташын орнын әлейді. Арасаңар кеңір дөңгөлектері, армауырдықы, чоңмос шыққан. Тракторын авал сасынасы жақшы. Бама қай шадығы чаңғарла ба?
Жылын қарасақ 2019 4-ші айдықы трактор авалы барлық функция қонны жақшы. 2023 айдың 5 дейді, 17-тен 40 500 саат моточа. Мінекей. Одан кейін трактор авалы, турбина интеркулерлері бар. Авалы жақшы, состояниясы жақшы тұрғандар. 12.04 зомулион. Егер ұшыл трактор кімге керек болса байланысыңар болады. Қырғызстанға 5 растумышқа $15.000. Сүйлеуші жолдары бар туғандар. 2019-ның 12.04 зомулионы. Дөңгөлектерін Pony Armor компаниясының жаңа дөңгөлек алмаштырып берем туғандар. Турбина интеркулер бар. Трактор авалы жақшы. Состояниясы жақшы. $15.000. Сүйлеуші жолдары бар. Ассаламу алейкум, құрметті достар, жақтырыңыздар. Көріп отқаныңыздар Хово 150 аттың күші. 4 метр 20-лық смасвелік ғал болады. Сіздің жағасыңыздар болады. Егер кімге машина керек болса байланысыңыздар. Жылы 2020 жылғы Қырғызстанға жетіші $16.500 5 растумышқа. Салам достар, жақтырыңыздар, көріп отқаныңыздар. Еш Арлиния 2020 жылы 10 айдың Хово 150 аттың күші. Бұлдағы жығы сымы арба қойсаң 2 метр 55 кеңдік, 4 метр 60 сымер, 4 метр 20-лық ұзындықта. Дөңгөлегі радиалдықы. Гаудидан. Енжор. Смасвелгі ғал болады. Кімге керек болса байланысыңар болады. Қырғызстанға жетіші $17.500. Мынау машина 2020 жылдықы 160 аттың күші. Хово. Ұқсас. Машина ішкі салондары. Не қалаба. Авалы жақшы, состояниясы жақшы. Консерв печкары бардығы бар, қарасыңар. Жоғары функцияда. Кімге керек болса байланысыңар болады.这是也是20年的吗？ бұл 2020 жыл 12-ші ай толық 2021-ге танымды машина. Қырғызстанға жетіші $18.500 бұл. Ассаламу алейкум, құрметті достар, жақтырыңыздар, көріп отқаныңыздар Вау деген маркедегі смасвелдік адай. 这个车能拉多少吨货？15吨左右. 15 тоннағача көтеріледі. Мынау көпшағын артын егістесе болады, достар. Артын егістеткенге болады. Бір отопистен қияд үшінәрі қысқа қалады. Көшетіға тұрғысқан кесте. Экспорт қосып қалсаңыр, шеттен егістетіп береміз, дағы егістегенге болады. 10 тонна, 15 тоннаға чақны сүйрейді. Кеңір. Жылы 2018 5-ші айда заводтан шыққан, 2018 6-ші айдан ақыр 7-ші айдан опысқа тұрғызылған машина. Қырғызстанға жетіші $16.500. Ассаламу алейкум, құрметті тұрғандай жақсыңа жақтырыңыздар. Қырғызстанға сұрау көп болып атқан 375-тік. Қытай ізгі нұсқадағы Хово негізіндегі машиналар. Бұлар ошол
экинчи болуп бул ишнелери эч кандай краска урулган же ремонт болгон же не кылган жок. Иштеген бойдон жакында экинчи кол базардагыдай эмес, бул оригинал бойдон турган. Ошо кандай иштеген болсо ошол алетинде. Буга эч кандай бир тал куручтан чийип көрбөгөн машиналар. Дөңгөлөктөрүн жаңыдан алмаштырып бергенге болот, достор. Карасаңыздар. Кыргызстандын эң күчтүү өтүп аткан моделдеринен экен. Анан кийин жылдары мына бул 2000 жага найнялажы. Мына бул 2020 жыл 8-айдык. Мына бул Кыргызстанга түшү $22,500 бес ростумашка. Мына калган жандагы Дылың M3000. Анан кийин мына бул Аумандыкі Star дейт. Мына Фотон Ауман. Ушулар Кыргызстанга жетиши $19,800 бес ростумашка. Жылдары 2018-ке дөңгөлөктөрүн жаңы алмаштырып берет. Бул машина ошо заводдон чыккан иштелген бойдон не кылган, эч кандай ремонтка түшпөгөн. Заводдо кандай болсо ошол алет экен. Машиналар тугандар. Жакында алмашкан протобунан мен өзүм деле коркпойм да. Негеде мотор коробка эч кандай круш тийбеген, заводдон кандай чыккан болсо ошол алет экен машиналар экен тугандар. Эгер кимге ким керек болсо байланышсаңыздар болот. Мыналар ошо 19,800 менен бес ростумашка, мына машина 22,500 бес ростумашка. Ростумашкасын кылам, толкага кош Бишкекке жеткизип берем. Ростумашкасын барганда кыласыңар. Мына болсо 2019 жыл 9-ай 2019 9-айдыкы. Бул 2019-дыкы. Буна да окшош, эгиздесе болот. 15 тонна жүк көтөрүлө турган удагы. Мотор коробка эч кандай ремонтка түшкөн эмес, завод алетинде чыккан бойдон. Мынакей машина ички салондору. Эгер кимге ким керек болсо байланышыңар болот, достор. Бул машина Кыргызстанга жетиши $17,800.